қазіргі балалардың қолдарында бір смартфон. Айырмашылық бар ма? Кітап оқымайды. Кітап оқымағаннан кейін ойлаймын естиді сақталу да қиын. Біздің өзіміз педагог ретінде болсын Гуглға сүйеніп алғанбыз. Неден туындайды осы балалардың бір-біріне ақша сұрау, ұрып соғу? Керек емес ақпараттың бәрін сіңіріп алады ғой. Енді ондайлар өте көп ондай. Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде Дара тұлға бағдарламасы. Мен Лаура Ерланқызы. Өзіміздің эфирімізді бастайық. Бүгінгі кезекті қонағымыз 39-шы гимназияның орыс тілі әдебиет пәні мұғалімі Жанна Әбдібекқызы. Жанна, эфирге қош келдің. Рахмет, алтын уақытын бөліп бүгінгі сұхбатқа, жаңағы сұрақтарға жауап беруге дайынсың деген үлкен ойдамын. Енді менің айтқым келетіні, басты ең бірінші сұрағым, қай қонағым келсе де, бала Жанна қандай болды? Оның бұл мамандықты таңдауына немесе кімдер себеп болды? Сол жөнінде қысқаша айтып кетсең. Сәлем, Лаука, қалайсың? Енді қалай айтсам, бүйтіп жаттанды деген, бала күнімнен армандадым, мұғалім болдым деп айтсам, ол өтірік болып қалады. Мен бала күнімнен армандаған жоқ, мұғалім болды. Мен не болғым келді? Дәрігер болғым келді. Бірақ та енді қазақи отбасында өскеннен кейін ата-анам маған, біздің кезімізде сондай еді ғой, 9 жыл оқисың, кәрі қыз болып қаласың дегендей, не қылмады, дәрігерлікке рұқсат бермеді. Содан тағдыр ғой, бірінші тағдыр, содан Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің филология факультетіне түсіп, сөйтіп мұғалім мамандығын алып шықтым. Жақсы. Осы мұғалім саласында жұмыс істегеніне біраз жыл болды. Былай қарасам, енді Инстаграм желісінде, әлеуметтік желіде болсын, статуста болсын, өзінің мұғалімдік жұмысыңды қалай сен атқарып жатсың? Мен былай сырттай қарағанда өте көңілім толады, өйткені мұғалім өзінің оқушысына бар білімін беру кез келген мұғалімнің қолынан келе бермейді. Көпке топырақ шашпаймын. Әрине мұғалімнің жұмысы оңай емес, бірақ өзінің нағыз маманы ретінде өзіңді көре білдім. Енді менің осы бала Жанна қандай болды дегеннен кейінгі сұрағым, ата-ана, мұғалім және бала. Осы треугольник дейміз ғой, үшбұрыш. Мына ең басында мен бірінші ата-ананы көрем. Өйткені тәрбие тал бесіктен деп жатады. Ең бірінші кезекте балаға тәрбиені беретін, қолдайтын ата-ана. Бірақ осы үшбұрыштының орны ауысып кеткен сияқты. Мұғалім бірінші кезекте, екінші кезекте ата-ана. Әлеуметтік желілерде мұғалімге сөз қайтарып тұратын. Міне күні кеше ғана менің баламның сыныбында әдесе мә деп тұратын балалардың видеосын мұғалім салған. Ол бір жағынан дұрыс деп ойлаймын, мен ата-ана тарапынан. Өйткені мен бала тәрбиелеп отырмын. Баламның ең бастысы мен жауапкершілікке, сабаққа барған кезде мұғалімді тыңдау, құрал сайманыңа ие болу, осына жауапкершілікке үйретемін ғой. Енді осы жерде қаншалықты ата-ана мен мұғалім және бала арасындағы қарым-қатынас тығыз болу керек? Осы маңызды ғой негізінде. Енді не себептен осы орын ауысып кетіп жатады? Қандай осы ата-аналар тарапынан бір көңілің толмайтын мұғалім ретінде өзінің бір уәжіңді дейміз бе, айта аласың? Енді былай, біріншіден енді мен ойлаймын да, жалпы бұл сұрақ болсын, бұл ненің өзі маңыздылығы өте ауқымды. Өткен деген, біріншіден мен мұғалім мамандығынан бұрын анамын. Сондықтан маған баланы, енді қалай айтсам болады, өзімнің баламен басқа баланы салыстырмалы түрде алатын болсам, жалпы орын ауысқандығы рас. Бірақ та дегенмен екі жақты бар. Бәрін үйіп төгіп, мұғалім кінәлі деп айту да мен ойлаймын дұрыс емес, және ата-анада жауапкершілік жоқ деп те айту дұрыс емес деп ойлаймын. Сондықтан бұл жерде енді нақты қысқаша айтатын болсам, ата-ана болып қалу керек. Ол қанша деген мұғалімге жүктесе де, ол өзінің айтқандай тәрбие бірінші беретін ата-ана ғой. Ал біз мұғалім бағыт бағдар береміз. Бірақ енді ол бағыт бағдар береді екенбіз деп бізден ол жауапкершілікті алып тастай алмайды ғой мұғалімнен. Сондықтан бұл жерде біз мұғалім
бағыт бағдар беріп біз білімді берсек, енді тәрбие жағы дегенмен ата-анаға тікелей байланысты деп ойлаймын. Ол сосын мына қазіргі оқушылардың деген агрессивный болуы, оның бәрі осы мына қазіргі доступность, интернеттағы неше түрлі дүниенің бәрін көріп алады да, олар соны өздеріне сіңіреді. Мысалға мен мынандай ғана не айтқым келеді да. Мысалға мен Васенцовтың енді картинкасын алайыншы, Аленушка, ол жерде Аленушка қандай десем, ана қалай мұңлы, печальная, допустим. И сол ана бізге отражаться етіп беріледі ғой, біз ана картинадан соның мұңын сезе аламыз. Жандай көңілсіз музыканы тыңдасақ, ол да бізге передается, правильно? И жаңағы не кино то же самое. Агрессивный кино алсақ, все равно біз агрессияны аламыз ғой. Сондықтан мен ойлаймын, бұл көп дүние сол осы интернетпен байланысты. Өйткені бала ол губка сияқты кез келген дүниені өзіне тартып алады ғой. Адамның өзі жаңағы мысалға Аленушканың печалін сезіп отқан адам, ал енді бала ол әлі өзінің ой пікір қалыптаспаған, соны алады. Сондықтан көп жерде мен ата-аналарға айтқым келеді, көп жерде баланы тыю керек. Тыю керек дегенім ол енді күшпен емес, ақылмен. Өйткені біз мұғалімнің қадір қасиетін түсіруге болмайды деп ойлаймын. Ол енді тағы да айтам, ол бес саусақ бірдей болмаса, тура сондай педагогтардың бәрі бірдей деген сөз емес. Оның мықтысы да бар, осалы да бар. Бірақ енді оны осал екен деп жаңағындай қара күйені жағып болмаса, бала өзінің агрессиясын көрсету дұрыс емес деп ойлаймын. Және мұғалімдердің тарапынан да агрессор болып олай өзінің несін әлгі қалай айтсам болады, мысалға тәрбиелеймін деп сындырып алуға олай да болмайды. Оны бағыт бағдар арқылы, тек қана соны қызықтыру арқылы. Қазір мен бір орыстың сөзі есіме түсіп тұр. Настоящий учитель не тот, который все знает дейді да, а тот, который вдохновляет учиться. Яғни мұғалім тарапынан ана баланы жаулап алу керек сияқты. Енді оның бәрін тағы да айтам, бұл екі ұшты тақырып болған соң мұғалімге не қылып қоюға болмайды. Бұл жерде жаңағы мына өзің айтпақшы треугольник үштік бірге жұмыс істеу керек. Ата-ана, мұғалім, оқушы сол кезде ғана нақты не болады, нәтиже болады да. Оны мұғалімге сырық қойып, мұғалім оны ата-анаға сырық қойып, олай болмайды. Өйткені қазірдің өзінде енді мектепте істеген соң көресің, бар ондай оқушылар шынымен қадағалау жоқ ата-анасынан. Ал мұғалім деген 24 сағат қасында отыра алмайды ғой, 6 сағат. Сондықтан қадағалау керек. Соны тағы да айтам, ол ата-ана тарапына тікелей қатысты деп ойлаймын. Енді өзінің бастауыш мектептерге? Жоқ, негізінде жалпы орта білім ғой. Орта білім. Мынау бастауыш мектептерге де? Бастауыш сыныптарға. Бастауыш сыныптардағы мектеп жаңа оқушыларға сабақ бересің, және үлкен жоғарғы сыныпта оқитын балаларға да оқушыларға да сабақ бердің ғой. Енді осы жерде айтқым келетіні, тәрбие тал бесіктен деп жаңа айтып кеттім, ата-ана баланы мектепке берер кезде қай қасиетіне көңіл бөліп, нені айтып отыру керек? Оқушыға ма? Оқушыға, өзінің баласына ғой. Оқушы өзінің баласына ма? Енді мен ойлаймын, тәрбие деп отқаннан кейін тікелей мектепте өзін өзі ұстауын үйрету керек деп ойлаймын. Өйткені әр мектептің өзінің ішкі ережесі бар ғой. Сол талапқа сай болу керек. Киім үлгісіне, шаш қою үлгісіне, мектептің яғни формасына деп отырмын ғой. Енді қазір көбінесе оқушылардың еркіндікті қалайды ғой, бірақ енді ол да дұрыс емес деп ойлаймын. Мектептің ішкі талабына, тәртібіне оқушы не болу керек? Сай болу керек. Сосын тағы да мен былай үйретем оқушыларыма, енді өзім менің қазіргі беріп жатқан бастауыш сынып қой. Мен айтамын да, ана балалар шулап жатса айтам, сендер мынау жерде өздеріңді сыйламауларың мүмкін. Сондықтан сен өзіңді сыйласаң, тыныш отырамыз деймін. Өйткені неге? Сен ана сабақ айтып отқан мен, сабақ түсіндіріп отқан мен, болмаса сабақ айтып отқан сен өзіңнің сыныптасыңды сыйламай отқандығың емес, бұл сенің өзіңді сыйламай отқандығың деймін. Сонда ана бала түсінеді да, олар. Бұл балалар өте ақылды. Балалардың тілін тапсаң, олар соны түсінеді. Өте түсінеді. Өйткені өзін сыйламаған деген затты да түсінеді да. Сонда анау оқушы деген кәдімгідей соған еліртеді да, тыныш отырады. Сондықтан мен айтам, ең бірінші ата-аналарға айтатыным, өзін сыйлау керек оқушы.
деп үйрету керек та. Сен өзіңді сыйласаң, сен мұғалімді де сыйлайсың, сыныптастарыңды да сыйлайсың. Тура солай. Сондықтан әркімнің несімен санасады деп ойлаймын. Яғни ең бірінші кезекте өзін сыйлап үйрену керек. Жақсы. Жанка, енді біз 90-шы жылғылардың оқушылары болдық қой. Ол кезде мұғалім деген көз алдымда әйтеуір оқушыларды тура ұрып жіберген кезде енді ана бір шыдамның шегі таусылады ма екен, білмеймін ғой, баламыз. Сол кезде біз бір ләм-мим деп ата-анаға жаңағы енді таяқ жеген оқушылар ата-анаға бір шағым айтпаған. Айтудан қорқатынбыз. Өзіміз сол ата-анаға ата-анадан таяқ жеп қаламыз ба деп. Енді қазіргі балалардың психологиясы әлсіз. Қит етсе ата-анасына барады, ата-анасы мұғаліммен сөйлеспей бірден директорден бірақ шығады. Енді бұл жерде балам стресс алып қалды, психологиясы бұзылатын болды дейтіндей, енді бірден айғайға аттан салып, сөйтіп жаңа айғайлап жатады. Енді шынымен де біздің кезіміздегі біздің психологиямызбен шынымен де қазіргі балалардың психологиясы жермен көктей ма? Жоқ, бұл әлде ата-аналардың үйде тым еркелетіп, ой, мен балам стресс алып қалады, психологиясына әсер етті дейтіне. Ал оған бар жоғы мұғалім қатты оған жаңа не айтты? Ескерту айтты. Оған бала жылап қалды. Жарайды, нұқып жіберген шығар енді. Жоқ, енді бірақ Лаура, сөзің аузына мен енді нұқып қол көтеру дегенге қарсымын. Өйткені бірінші енді Конституцияның заңында да негізінде бірінші бала білім алуға құқылы ғой, сондықтан ол енді ол құқылы біріншіден. Содан кейін ол нұқы бұру деген дұрыс емес деп ойлаймын. Ол өзгенің баласын енді, мысалы мен мұғалім екенде, бұл мұғалімдік неге жатпайды, несіне, педагогтық. Сосын айтпағым, енді бұл гиперопека деп ойлаймын мен. Біздің мына аналардың баласын тым бүйтіпші гиперопекат етіпші, жаңағындай қатты қорғапшы, жан-жақтан олай болмайды. Біздер неге біз неге ойлаймын да, енді бізде қиын болды, заман қиын болды. Біз соған выживать етіп сөйтіп өмір сүргендер. Қазір балаларға бәрі қолжетімді. Жалпы оқимын деген бала үшін бәрі қолжетімді. Барлық жағдай жасалған. Енді сол ал жаңа баланың жаңа кез келген сөзді көтере алмауы бәрі әлгі не ғой, қалай айтсам болады екен, сол гиперопеканың несі сияқты. Балалардың сөз көтере алмағандығы, біреу былайша айтқан кезде бір өңкей еркелер мен серкелер жиналады ғой мектепке. Енді соны үйде көрсеткен қылығын ол апарып түзге де көрсетеді ғой. Енді оның бәрін олай деп айтуға да болмайды. Оның ішінде жауапкершілігі өте мықты ата-аналар да бар. Оқушының барлық жағдайын дайындап жасап, сабаққа дайындап, қадағалап. Ал қазіргі енді мына заманның өзі бір ешкімнің ештеңеге уақыты жоқ қой. Қар баласы тіршілік. Сол көп аналардың ойлаймын кейде сол баланы қадағалауға уақыттары да жетпейді. Бала өзіне өзі не қылып берген. Өзіне өзі қойылғанда қалайсың ба, өзіне свобода, еркіндік балада. Сондықтан ата-аналар жағынан не жоқ, бақылай алмайды көп. Қолдары тимейді, оған уақыттары жоқ. Соның салдарынан жаңағы тәрбие де ақсайды, баланың білімі де ақсайды. Сосын соңында кім кінәлі болады? Мұғалім кінәлі болады. Енді оны тағы да айтамын, бұл өте екіұшты мәселе. Бұны тағы бүкіл ата-аналарға топырақ шашудан аулақпын. Бұның бәрі енді кішкене сол мына заманның талабына сай әлгі тіршіліктің несімен осы ата-аналар енді ақша табу керек, жұмыс істеу керек, киіндіру керек, сол ешкімнің уақыты жетпейді. Өзі заманның өзі сондай бір белсенді немен өтіп атқаннан кейін ба білмеймін енді. Мен ойлаймын енді дегенмен де жарайды заман осындай болды, екі жерде жұмыс істеу керек, ақша жетпейді, баланы киіндіру керек. Дегенмен де енді бұл өзімнің пікірім, құрметті тыңдарман, дегенмен де жауапкершілік түбі келгенде ата-анаға, әрине. Өйткені ең сорлап қалатын түбі келгенде ата-ананың өзі. Міне соны айтқым келеді. Енді бүгін таңертең тұрсам бірден әлеуметтік желіні ашам ғой. Сөйтсем қай мектепте екен, осы Іле ауданында ғой деймін. Бір мұғалім өстіп баланы ұрып жіберген екен. Жаңадай. Енді сол мұғалімдердің енді соңғы кезде былайша айтқанда балаларды ұрып, ұру жиілеп кетті ғой. Соған себеп неде көп жағдайда? Әрине қарға қарғаның көзін шықмайды. Бірақ дегенмен де
өзін ұстап қалу керек қой мұғалім, иә. Бірақ мен бар ғой, ата-ана ретінде мен мұғалімде жан айқайын, оның ішкі жан дүниесін түсініп тұрмын, жеткізіп отыр ғой. Сонда бар болғаны неге кешігіп келдің? Кешігіп келу екен себебі, және құрал сайман жоқ. Бұл жағдай бір емес бірінші рет қайталанған. Мен ойлаймын, ол мұғалім басында бір-екі рет ескерту айтты. Анау сөз қайтардым екен бала деген, мен білмеймін. Бірақ осы жиілеп кетті ғой, соның себебі түбі келгенде қайтадан сол жаңадай баланы қадағаламауында ғой айтқым келеді. Ондай жоқ, мен тағы да қайталайын, не ғой? Мен жалпы қарсымын. Мұғалімнің қол көтеруіне неге қарсымын? Кезде қандай шара қолданды? Енді білмеймін, мен ойлаймын да, мысалға деген әр адамның проблемасы бар ғой. Сондықтан енді мен мүмкін жұмыс өтілім өте аз ғой. Өте аз енді 5 жылдай ғой. Бірақ жалпы дегенмен мен ойлаймын да, не мұғалім педагогтен есіктен кірген кезде ол өзінің проблемасын бәрін есіктің сыртына тастап кету керек сияқты. Ол тек қана мына оқушымен тет-а-тет жеке қалу керек та, басқа проблеманың бәрін алып тастау керек сияқты. Мен солай істеймін. Өйткені бала 25 баламен бір мұғалім бәрінің тілін табу мүмкін емес деп айту мүмкін, бірақ та әрине мүмкін емес. Бірақ та ол қанша жерден бала оқымаса да, құрал сайман дұрыс болмаса да, ол қол көтеру ол дұрыс емес. Дауыс көтеріп жүру де мүмкін ғой кейде енді. Бірақ дегенмен бұл жерде өзіңнің эмоцияны ұстауың керексің. Ол тағы да айтамын, жаңағы мен мына осыны өмірлік, енді қазір осы мұғалім болған соң өмірлік нені өзіме не қыламыншы, ұстаймын. Жаңағы мұңлы картинаны көрсең, соны аласың ғой, өзіңе сіңіресің. И менің бойымнан соны оқушы сіңірмесін деймін. Агрессияның өзін оқушы сіңіргенін қаламаймын. Мен оған ұрысқанның орнына күлгенім дұрыс деп ойлаймын. Күліп енді алдап, бірақ ол алдауға көнбейтін де оқушылар болады. Сондықтан енді бұл не индивидуальность. Адамның өзінің ұстанымы, сосын бір өзінің индивидуалды өзінің қасиеті деп ойлаймын. Бірақ жалпы педагогтардың бәріне мен соны тілер едім. Өйткені тағы да қайталап өтемін, мен бірінші кезекте анамын. Мен балама мысалға мұғалімнің өйтіп айғайлап нұқығанын қаламас едім. Мен бірінші кезекте анамын. Осы ұстаным менің өмір бойы жандай ұстаным. Сондықтан мен мысалға бір балаға айғайлап нұқымастан бұрын мен ойлар едім да, менің баламды өстіп басқа педагог нұқып айғайлап жатса қалай болады. Сондықтан енді алтын сырға деп ойлаймын. Сондықтан педагог қандай жағдайда да өзінің педагогтық несінде статусымен деңгейінде қалу керек. Иә, дұрыс, мен келісемін. Рахмет ой пікіріңе. Баяда марқұм Болат аға айтып еді, өмір мен өнерді шатастырмаңдар. Өнерге келдің бе, сахнаға келдің бе, сен өмірдегі проблемаңды сыртқа шегеріп, сен кәдімгі сахнада сен басқа адам болуың керексің. Әрқайсымыз бір мінезімізді көрсететін болсақ, ол жұмысқа бізге өте кедергі. Сол жағынан сендер кәсіби өсулерің керексіңдер. Жұмысыңа кәсіби түрде қара. Кәсіби деген жаңағы ғой, енді өмір мен өнерді, жұмысыңды шатастырмау деген сияқты. Сіз ауызды шығып айтып кетсем, менің бір апайым бар, өзі мұғалім, енді 30 жылдан аса жандай жұмыс өтілі бар. Сол кісі айтады ғой, жандай жолдасы енді бұл кішкене қаттылау кісі да, енді қаттылау болған жандай қатал, қызғаншақтау дейміз ғой. Соны айтады ғой, сондай жолдасымен ренжіссем де дейді, мектепке барсам соның бәрін ұмытып кетемін дейді. Ана баламен қарым-қатынас қой. Анаң бәрін сыртта тастайды да, баламен бала болып кетеді. Сол айтады кейде, мен дейді 30 жыл дейді осы мына педагогтық жұмысым болмаса, мен ажырасып кетер едім дейді. Өйткені ана мектепке келеді сергейді. Оның өзі ол үлкен, ол плюс. Сондықтан мен де мысалы кейде болады ғой бірнеше түрлі жағдайлар. Сонда мен мектепке келген кезде ұмытып кетсем, балалармен ұмытып кетесің ананың бәрі. Ана қалай сенің қатар-қатар 4 сағатың өткенін сезбей қаласың. Сондықтан енді оның бәрі индивидуальность. Жақсы. Мұғалімдік жұмыста саған ең көп жағдайда не ұнамайды? Болатын шығар енді. Болады ғой, әрине болады, ол әртүрлі жағдайлар болады ғой. Мен ойлаймын, мұғалім болсын, дәрігер болсын, актер болсын, әнші болсын, әр жұмыстың оңайы жоқ. Өйткені бір қалай айтсам енді қарапайым қазақ тілмен айтқан кезде бір тілім нанның өзінің сұрауы бар ғой. Сондықтан оны жесең еңбекпен келген нан қандай дәмді болса, оның өзінің ащылығы да бар. Енді оны
күресесің, күреспесең де тым болмаса көнетіндер болады, бірақ көбінесе мен күрескенді таңдаймын. Күрескен дұрыс деп ойлаймын. Егер маған қолайсыз болса, мен дұрыс емес затты айтқанды дұрыс деп ойлаймын да. Дұрыс емес болып тұрса, соны дұрыс емес екен айтқан дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан айтпағым, әр жұмыстың өзінің жақсы жағы да, жаман жағы да болады. Ол ұжыммен болсын, ұжыммен қарым-қатынаста да, қиналыста әртүрлі ситуация болуы мүмкін. Сондықтан енді өзіңнің таңдап алған мамандығың болған соң оның бәрін тастай салып кетіп қалу тоже болмайды ғой. Сондықтан күресесің, күрес алмасаң көнесің. Сабақты жиі қалдырады немесе сабаққа дайындықсыз келетін оқушымен қалай жұмыс жасайсың, қандай шара қолданасың? Осы үнемі қайталанған жағдайда. Мен осы мына 5 жылдық енді бір ауыз толтырып айтатын жұмыс өтілім емес, бірақ мен 5 жылдық неде жұмыс өтілімде бар ғой, Лаура, мен мына затты түсіндім ше. Жаман оқитын балалар бар шынымен ше, мынандай қабылдау қиын ше, мысалы сондай оқушылар болады. Бірақ та ана қазақта жаманға жаман дей берсең жалпая береді дейді ғой. Сондықтан мен сендірем оларға. Мысалға деген сабаққа дайындалмай келсе, мен тұрғызамын да айтамын, көрдің ба, мынау сенің сыныптасың осыны жаттап алды ғой. Ал сен неге сен бұны жаттай аласың? У тебя все получится. Вот сенші, у тебя получится десем, келесі жолы сол жаттауды жаттап, болмаса үй жұмысын қате болса да орындап келеді. Ол өзінің мүмкіндігіне өзі сенеді. Сондықтан мен ойлаймын, сендіре білу керек. Сендіре білу керек. Жақсы. Мұғалімдік мансапта өзіңнің жеткен жетістігің не болды? Мұғалімдік мақсаттама мен былай ойлаймын. Қарым-қатынас шығар мүмкін. Мысалы, оқушылармен тіл табысқандық қой, сондықтан мен өте қатал ана болдым деп айтамын. Мен ашық айтамын. Мен осы ұлым, мен университетті бітіргенмен мамандығым бойынша жұмыс істеген жоқ. Мен 11 жыл бойы аудармашы болып жұмыс істедім. Сосын кейін осы мамандығымды жалғастырып, осы мұғалімдік салаға келдім. Сондықтан мен бұл мамандықтың маған берген плюсы, мен ана ретінде жақсы ана болдым деп ойлаймын. Өйткені мен өте талапшыл болдым балаларыма. Үлкен ұлыма өте талапшыл болдым. Қазір мына басқа ол жанында қалай айтсам, өзгенің баласына сен жұмсақсың ғой. Оған сен өз балаңа істеген талапшылдықты талап ете алмайсың. Сен оны жаңағыдай алдаусыратып, сендіріп істейсің. Мен осы қасиетті алдым. Мұғалім болып, мен балаларымды сендіре білдім. Осы қасиет маған өте үлкен плюс болды. Мұғалімдік осы мамандықтан жаңағыдай жұмсардым деп айта аламын. Оның алдында мен өте ана ретінде талапшыл болдым. Сол басқа балалармен салыстыру негізінде жаңағыдай қалай айтсам болады, плюс минусын көресің ғой. Жақсы. Енді баға ол білімнің көрсеткіші деп айтып жатады ғой. Бірақ қаншалықты баланы баға үшін оқытқызу керек? Баға үшін? Баға үшін. Баға енді біздің кезімізде бағаға оқыды ғой көбі. Бағада оқыды, 5 алу керек. Мысалға мен бірінші жандай не болдым, жақсы оқыдым, үздік, қайтсем де үздік болып бітіруім керек деген 4 алмау керек. Университетте де сол қалып қалған, тек қана 5 оқуым керек деп. Мен ол көрсеткішке мүлдем қарсымын. Көрсеткіш емес, пікірге. Өйткені баға деген енді 5 оқитын біліп тұрған бағаға 5-ін қоясың ғой. Бірақ та мен балаларға да айтамын, оқушыларым бағаға оқымаңдар деймін да. Маған 5 деген баға не жалко деймін да. Басты қалай жандай аямаймын мен. Ең басты сендер меңгерулерің керек деп. Сондықтан баға ол көрсеткіші деп айтқанмен дұрыс, бірақ баға үшін оқу деген дұрыс емес деп ойлаймын. Көрсеткіш деп енді біз қарапайым айтамыз ғой. Бірақ та ол бала деген баға үшін стараться етпеу керек. Бастысы меңгеру. Баланың тәрбиесіне мұғалімнің де үлесі болу керек дегенге келісесің бе? Баланың тәрбиесіне. Әрине. Жаңа мен де тәрбиесі тікелей ата-анадан ғой, бірақ та мұғалім бағыт-бағдар береді деп айта аламын. Мен тек қана өзімнің сөйлеу мәнерім арқылы, өзім білімім арқылы, өзімнің көзқарасым арқылы оның былай алып тұрған бағыт-бағдарын былай бұрып жібере аламын. Ол мұғалім ретінде. Мен соған мысалға келсем, 100% келсем. Сосын күнде мен жұмысқа барған кезде мынандай бүйтіп ойлаймын, мен өзімді мақтамаймын енді. Жалпы өзім 5 жыл ол көрсеткіш емес, Лаура. Мен ойлаймын да, мен бүйтіп барам да, жандай
бір өткен сабағымнан бір дәнек қалса екен соның жүрегіңдеші. Сол дәнек қалса екен деймін да. Сол дәнекті ол ертең сала алсам мен, оны ертең ол баптап өсіріп шығару ол тікелей оқушымен тәрбие беріп отқан ата-анасының несі жауапкершілігі. Сондықтан мұғалімдердің ең басты міндетіміз ғой біздің білім беру. Соны мұғалімдер парызым деп ойлау керек деп ойлаймын. Сол дәнекті салу парызы мұғалімнің. Сол парызды түсінсе мұғалім, ары қарай баптап өсіру ол тікелей оқушымен жаңағы ата-ананың жауапкершілігінде. Ата-аналардың қазіргі кезде талаптары қаншалықты деңгейде? Мұғалімге ма? Иә. Енді мен тағы да айтамын ғой, енді мынандай затта енді қазір талап өте ата-аналар талапшыл. Біздің кезімізде ата-анамен салыстыруға келмейді. Неге талапшыл деп, оның көрінісі мынада. Неге бізде қазір жаңағыдай қосымша даярлық курстар ашылып кетті? Неге орталықтар қаптап кетті? Ол сұраныс, яғни ата-ананың орта білімге деңгей несі, орта білім беру мекемелеріне несі толмайды көңілі. Салдарынан жаңағыдай ақылы негізге береді. Сондықтан сұраныстан туады. Сондықтан қазіргі ата-аналар өте талапшыл. Өйткені олар деген біздің кездегі ата-аналармен салыстыруға келмейді. Біздің ата-аналар өйткені олар деген өте дамыған, ағылшын тілін меңгерген, мына цифровой жаңағыдай сандық жүйенің бәрін меңгерген. Сондықтан деген олардың талабы жоғары. Сол әр мұғалім сол талапқа сай болу керек. Енді жаңа мен эфирдің басына айтып кеткен болатын, біз 90-шы жылғылардың балалары болдық, оқушылары болдық. Әйтеуір барлық нәрсеге көніп, өзіміздің ой пікірімізді айтпай, әйтеуір солай өстік қой. Енді ол кезде әрқайсымыздың қолымызда ұялы телефон болған жоқ. Бір қара жәшік телевизор ғана болды. Оның ішінде 3 канал. Иә, 3 канал болды, соны ғана. Ішіндегі бұрынғы мультфильмді көрсек, соған қуанып қаламыз. Ал қазіргі балалардың қолдарында бір смартфон. Айырмашылық бар ма? Әрине айырмашылық. Қандай жағынан? Қазіргі оқушыларда білім алу үшін барлық жағдай жасалынған. Барлық жағдай. Жаңағыдай интернет дайын тұр, кез келген информацияны алады. Бірақ бұның бір минусы бар, бұл кітап оқымайды балалар. Кітап оқымайды. Кітап оқымағаннан кейін мен ойлаймын, естиді сақталу да қиын. Мысалы мен кейде бүйтіп мынандай ой келеді да, бір күн алып интернетті бәрі өшіріп тастаса деймін да, ол өте қиын болады. Өйткені біздің өзіміз педагог ретінде болсын Google-ға сүйеніп алғанбыз. Бір затты білмей атсаң Google-дан кіріп қарайсың да, мысалы жалпы енді ол білімсіздіктің несі емес, ол қосымша информация үшін. Сондықтан ойлаймын, кейде осы интернетті өшіріп тастаса не болады екен деп ше. Өте қиын жағдай. Сондықтан ал егер осы мүмкіндікті пайдаланып оқимын деген балаға жағдай өте жасалған. Ағылшын тілі болсын, цифровой жүйе болсын, өте жағдай жасалынған. Енді бұл нағыз әлгі 21-ші ғасырдың ұрпақтары ғой. Соны пайдаланып атқан оқушылар өте көп, өте білімді оқушылар да бар. Сосын ген деген бар, генный заложено. Ол да өте рөл ойнайды. Мен енді оны бір жаңалықты ашқандай болмаймын, бірақ ол өте үлкен рөл ойнайды. Мынау мектепте болып жатқан буллинг. Айналып келгенде отбасына келіп тіреміз. Абьюзер дейді. Қазір сондай бір психологиялық терминдер шыға бастады ғой. Мұғалім тарапынан да абьюзер болады, бала тарапынан да, ата-ана тарапынан да. Соның барлығы былай неден шығады? Сондай бір. Қаяқтан туады ма? Иә. Білмеймін енді, оны қалай айтсам болады, қалай. Неге бір мұғалім бір оқушыға қадалып қалады? Сондай болады. Мен өткенде бір блогерді, мен оған ешқандай жазылмағанмын. Жай ғана сторизін кездейсоқ ашып қалдым. Білесіздер ме дейді, менің балам өте қатты стресс алып қалды, өйткені мұғалім деген өте агрессивно осылай жауап береді екен, балаға мотивация берудің орнына бүйтеді екен, сөйтеді екен. Бірақ
менің өзімнің бала кезімде мен осындай мұғалімнен, география деді ма білмей, әйтеуір бір пәнді айтты, мұғалімнен өте қатты сондай есте қалмайтындай жара алып қалдым дейді да. Енді жаңағыдай жан жарасын алып қалдым, сонда бір қазіргі тілмен айтқанда абьюзерствоны байқағанмын дейді да. Қазіргі сол нәрсе дейді. Сол бір мұғалімге, бір оқушыға қадалып қалатын да болады ғой. Себебі неде енді? Себебі болған кезде жаңағындай бес саусақ бірдей емес деген дүние ғой. Мысалға қанша педагог болса сонша пікір, сонша болмыс бар. Сондықтан ол адамның индивидуальность, өзінің болмысы сияқты, көрген тәрбиесі. Жаңа да айттым ғой, жаңа педагог болған соң көп затта не қылу керек, неменді өзін бақылауда ұстау керек сияқты. Мен енді бұл жерде тікелей оқушымен қарым-қатынасын айтып отырмын да. Көп жерде өзін енді жаңада айттым ғой, алады одан оқушы, өзінің керек заттарын сіңіріп алады. Сондықтан оқушыға берері көп болу керек сияқты, педагогтың. Оқушыға берері көп болу керек сияқты. Ал енді абьюзер болсын, жаңағы агрессивный мұғалімдер деп айтып отырмыз ғой, ол енді бес саусақ бірдей емес. Ол ондай дәрігердің ішінде де сондай адамдар бар, актердің ішінде де сондай адамдар бар, әнші. Өйткені біз әрқайсымыз әртүрліміз ғой, оған әртүрлі фактор влиять етеді. Көрген тәрбиесі, болмысы, мысалға. Сондықтан оған өте қиын. Бәріне бірдей жауап бере алмайсың, бұл деген индивидуальность. Кез келген салада бұл бар, болады да, сондықтан онымен күресу керек. Енді мына балалардың бір-біріне деген агрессиясын осыны мысалы мектеп басшылығы қандай шара қолданады? Не істейді, баламен сөйлесе ма? Соны түсінген оқушылар да бола ма? Әрине болады. Осылға біздің кезімізде неден туындайды осы балалардың бір-біріне? Боулинг дейміз ғой, ақша сұрау, ұрып соғу, дәретханаға барып жаңадай ұрып соғып, андай өзінің несін көрсетеді ғой, өшін алады баладан. Ол енді жаңағы керек емес ақпараттың бәрін сіңіріп алады ғой. Жаңа ақпаратты көреді интернеттен, жаңа өткенде ғана музыка емес, фильм «Слово пацана». Соны бәрі қайталап кетті ғой. Сол неше түрліні көреді, еліктейді соған. Мысалға мен былай айтар едім, Лаура, қазір 42 жастағы жанына мен 20 жастағы жанынан салыстыруға келмейді. Біз ол кезде бізде максимализм болды. Біз тоже жандай, біз тәрбие тура сондай жағдайда, мысалға, оны қанша тәрбие дегенмен адам оны көрмей, бала деген не қылады, қалай айтсам болады. Соны көрмей, өзі түсінбей оны қиындау. Ал енді біздің кезбен салыстырған кезде бізде мектепте психолог болған жоқ қой. Қазіргі кезде мектепте, мысалы сонысымен плюс мектепте арнайы маман психологтар отырады. Сонымен жаңағындай сынып жетекші байқаса, соны психологпен жұмыс жасайды. Бұл жағынан қазір мектеп білім саласында өте жоғары. Буллингқа байланысты енді мен өзім жұмыс істейтін мекемеде ол жағынан өте жақсы. Бізде екі жаңағындай психолог істейді, буллингқа байланысты, енді мен одан өте жақсы деп айтыламын. Өйткені кез келген алдын алуға жұмыс істейді. Енді ол біздің жаңа басшымызға да байланысты болып тұр ғой. Сондықтан ол жағынан өте жақсы. Жақсы. Енді мына төменгі отбасындағы балалардың ата-аналары қосымша сабаққа беруге мүмкіндіктері болмайды. Көп балалы отбасы, немесе мысалы жалғызбасты ана, жалғызбасты әке деген сияқты. Және жоғары отбасындағы ата-аналар, жағдайы бар ата-аналар, олар балаларын түрлі қосымшаға береді. Мен білем сондай ата-аналарды, ағылшынға да береді, математикаға да береді, спорт үйірмесіне де береді. Енді осы нәрсе мына төменгі отбасылармен сол қосымшаға бергеннің айырмашылығы бәрібір де жер мен көк дейме? Мысалы төменгі отбасындағы балалар да сонда да ана жоғарғы отбасынан шыққан балалармен айырмашылығы көрініп тұрады ма? Мына қосымша үйірмелер қаншалықты маңызды? Маңызды, бірақ жаңа айтамын, оқимын деген бала оқиды. Ол қосымшаға бармай-ақ оқиды. Бар ғой сондай оқушылар. Бірақ ондай оқушылар әрине бар. Бар ғой, олар деген бар да, мысалға әлеуметтік жағдай төмен болғанмен
тағы да айтамын, Гена деген бар ғой, тоже Ген мысалы өте білімді да, бірақ та қарапайым жұмыскерлер, бірақ та жалпы ген жағынан өте білімді. Ондай оқушылар өте көп бар. Әлеуметтік жағдай төмен болса да, өзі ізденімпаз. Ана мысалы орыс тілінен тілі келмей тұрса да, соны бой бермей дайындалып келеді. Бой бермей дайындалып келеді. Қастарына қарайды, жаңа қасындағы балаларға қарап, енді ондайлар өте көп. Көп ондай балалар. Олар сосын тағы айтпағым, мақсат, қазіргі балалар мақсат жақсы қоятын сияқты маған. Мақсат қойып алатын сияқты. Мақсат қоятын сияқты. Жақсы. Енді осы тұста баланың болашағы оның дәл қазіргі мектепте білім алуына байланысты. Соған келісесің бе? Сол пікірге. Келісемін. Жақсы. Ол тағы да айтам, жаңағы оған педагог жауапты ғой, бағыт бағдар беру керек та. Бала деген мамандық таңдағанда да колеблется тұрады ғой, сол кезде бағыт бағдар берсе дұрыс деп ойлаймын мен. Мен қазіргі білім жүйесі мен біздің кездегі білім жүйесін салыстырамын ғой. Дегенмен қазіргі білім жүйесі басқа. Қазір жақсы. Қазір мысалға 10-11 сыныпта деген мамандық бойынша оқытады, таңдап алған мамандық бойынша, пәндер бойынша. Сондықтан өте жеңіл қазір. Біздің кезіміздегідей емес, жеңіл. Қазір енді андай ниш деген шықты ғой, Назарбаев. Ниш деген шықты, сосын қателеспесем IQ деген, иә? Енді мен балам жаңа ништа оқысын, соның алдын ала дайындайтын арнайы мектепке бергім келеді деп, балаларын жаңаға түске дейін мектепке беріп, түстен кейін өзінің мектебіне барады, сол ниш деген мынау IQ мектебі қаншалықты балаға үлкен бір көмегін бере алады, берген дұрыс па соған? Әрине дұрыс деп ойлаймын мен. Неге деп ойлаймын? Мен былайынан не қыламын мысалға. Мен ол сұрақты не үшін қойып жатырмын? Бір ата-ана болған, баламды бекер беріппін, балам деген өте жаңағы сол мектепке барғалы бері шаршайтын болған, салмақ деген өте көп, жаңағы мектептің тапсырмасының несі жүгі өте ауыр, мына миы қорытып үлгере алмайды, шаршайды, ауырып қалады, мына иммунитеті көтере алмай қалған ғой. Сондықтан соны бекер бердің ба, түсетін бала ол онсыз да үйде оқып білім алып, НТ дейді ғой қазір мысалы, 10-11 ОМБТ. Соған 2 жыл қатарынан оқып, жаңағы жоғары оқу орнына түсіп кеткендер де бар. Енді осы қаншалықты сол мектепті мысалы 6-шы сыныптан 7-ші сыныптан баланы беру маңызды? Ол мектепке түсудің өзі үлкен не ғой, конкурстан, жаңағыдай емтихандар тапсырып түседі да, оған кез келген оқушы ол мектептерге түсе алмайды. Мысалы ништа айтамын да. Енді мен ништа жұмыс істемегенмін, бірақ енді өзім білемін, өйткені өзіміздің баламыз тапсырған. Сондықтан ол жерге деген әлгі 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар деген бар ғой. Өңкей мықты дегенім білім жағынан сақадай сай оқушылар түсе алады. Сондықтан ол жерге берген ата-аналардың өзі оған дайын болу керек. Ол жақта шынымен жаңағыдай нагрузка дейміз ғой, сол енді ауырлау, сосын деген мысалға бізде деген енді нақты білмеймін, бірақ та менің балам басқа мектепте оқиды ғой, соған нишқа ұқсас. Мысалға деген оларда орта мектепте ағылшын тілі аптасына 2 рет болса, оларда аптасына 5 рет. Сондықтан сондай нагрузкалар, физика деген аптасына 2 рет, 1 рет болса, бізде орта мектепте ояқта аптасына 5 рет. Сондықтан нагрузка жағынан деп ойлаймын. Сондықтан ата-аналарға құлағына алтын сырға, ол мектепке түссе, енді соған лайық білімі бар болып тұр ғой. Сосын ол ана ауыртпалықтардың бәріне төзе білу керек. Өз-өзіңді жоғалтып алмау деген ұғымды қалай түсінесің? Адам өз-өзін жоғалтып алмау керек деген. Енді жоғалтып алмау болған кезде қалай мысалға растворяться етіп па бір затқа деген мағынада ма? Мысалы біз біреудің көңілінен шығамыз деп. Әрине, біреуге ұнау үшін деп па? Оған білмеймін, мен біреуге ұнау үшін деген менде түсінік жоқ. Мен мысалға біреуге ұнамайтын затты айтсам, дұрыс емес зат болса айта беремін. Мен мына кісі маған, бірақ кейде үлкен кісілер, біз қазақтағы мынандай зат бар, мен осы ұстанымды бірақ ұстанамын. Әлгі қарғыс алмау, батал дегенші. Мен көп затты айтып тастаған, айтасың, енді дұрыс емес затты айтқым келіп тұрады да, енді дұрыс емес затты. Енді ол тәрбие ғой. Мен баламның мысалға қаламаймын да, ертең біреуге ұнау үшін сөйтіп өмір сүрген. Сол кезде үлкен кісілерді ренжітіп алудан қорқамын.
шын мәнінде қорқамын. Үлкен кісілерге қатысты болған кезде өте қорқамын, ренжітіп алғым келмейді. Ана қателігін айтатын кезде сол абайсызда ренжітіп атсам, мен соған кәдімгідей енді переживать етемін. Ал жалпы өзіммен қатар әріптестерім болсын, оларға дұрыс емес зат болса айтамын. Айтамын, мені жек көрсе жек көрсін деймін. Өйткені айтылу керек қой, қазақтан айтылмаса сөз жетім. Айтылу керек. Сосын үндемей қалу деген, үндемей қалу дұрыс емес. Мен үндемесем олар, сен үндемесең, бізді көрген бала да үндемейді. Ал біз деген отар емеспіз үндемей жүретін. Сондықтан айтылу керек деймін. Дұрыс емес затты сол сәтте айтылу керек. Дұрыс, келісемін. Мұғалімдер арасында бәсекелестік болып жатады. Болу керек, бәсекелестік міндетті түрде, әрине болу керек. Бәсекелестік болу керек. Бәсекелестік болған жерде сапа болады. Сапа болады. Жақсы. Сапа болады. Керемет. Енді менің соңғы сұрағым, бала мектепті бітіреді. Бітіріп жатқан оқушы түлектер осы нәрсені есіне сақтаса екен деп қандай бір ой тастағың келеді, ойды айтқың келеді балалар? Мектепті ұмытпас үшін ба? Түлекке ме айтарым? Түлекке айтарым. Бәрі сенің қолыңда. Бәрі сенің қолыңда деп айтар едім. Өйткені тағдыр дегенмен таңдау ылғи болады. Мен түсіндім да, тағдыр, бірақ таңдау болады. Сондықтан бәрі сенің қолыңда. Мен жас түлекке айтарым, бәрі сенің қолыңда. Жақсы. Құрметті көрермен, осымен біздің Дара тұлға бағдарламамыз аяқталды. Жаңа саған үлкен рахмет. Алтын уақытыңды бөліп, осы ата-ана, мұғалім, құрметті тыңдарман, мен айтып отырмын, мұғалім емес, ата-ана, мұғалім және бала арасындағы қарым-қатынас қаншалықты тығыз байланысты болу керек, қай нәрсеге мән беру керек. Біз көпірге топырақ шашудан аулақпыз, ата-аналардың бәрі бірдей деп айта алмаймыз. Оның арасында да талапшылар болады. Мұғалімдер де өзінің оқушысының жақсы, жоғары білім алып, өзінің ісіне ата-ана баласына да жауапкершілікпен қараса екен деген бір ғана талаптар осы. Үлкен рахмет. Рахмет, Лаура, шақырғаныңызға. Енді Назар медиа орталығының атынан бізде кішігірім сыйлық бар. Рахмет. Жанка, саған үлкен рахмет. Рахмет. Лаура, мен айтайын, енді рахмет. Өмірлерің, осы ұжымға өмірлерің осы шоколадты тәтті болсын. Көрер жақсылықтарың көп болсын. Рахмет. Жақсы, осымен эфиріміз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.